Сәлеметсіздер ме? Мен облыстық көпсалалы дарынды балаларға арналған лицей-интернатының химия пәні мұғалімі Жанбай Жания Ерболатқызы. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтпақшы, бүгінгі өзінің педагогикалық инновацияны ұсынамын. Менің тақырыбым жасанды интеллект арқылы жекелендірілген оқыту, оқушыларды табысқа апарар инновациялық жол. Жекелендірілген оқытудың негізі әртүрлі оқу әдістемелеріне оқушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін тапсырмаларды жекелендіруге негізделген. Тәжірибе көрсеткендей 8-ші сынып оқушыларының дайындық деңгейлері әртүрлі. Дәстүрлі әдіс оқушылардың әртүрлі деңгейлерін есепке алмайды. Яғни бұл дегеніміз кейбір оқушылар жеңілдетілген қосымша тапсырмаларды қажет ететін болса, басқа оқушылар үшін қиындатылған тапсырмалар қажеттілігі зор. Жасанды интеллект арқылы химия пәнін оқыту виртуалды зертханаларға және жекелендірілген оқытуға негізделген. Бұл әдістердің артықшылықтары оқушылардың қызығушылықтарын арттырып, сонымен қатар күрделі тақырыптар меңгеру жеңілдетіп, оқушылар өз бетінше оқуға ынталанады. Мен педагогикалық инновацияны қолданатын оқыту платформасы ол бізде Wolfram GPT-чат. Оқу дағдыларын жақсарту үшін 8-ші А сыныбының 1-ші тобында Wolfram платформасы енгізілген еді. Бұл платформаны қолданып, әр оқушы тест нәтижелерін, сынып жұмысын, үй тапсырмасын талдайды. Жүйе оқушының күшті және де әлсіз жақтарын анықтап, содан кейін жеке ұсыныстар мен қосымша тапсырмаларды сұраныс бойынша ұсынады. Тапсырмалар жүйелі қалыптасу үшін оқушыларды нұсқаулықты дұрыс беруге үйрету қажет. Егер оқушы химиялық есептеулерді шешуде қиналса, жасанды интеллект тақырыпты тереңдетіп оқыту үшін қосымша жаттығулар мен бейне сабақтарды таңдайды. Бұл тәсіл әр балаға ыңғайлы қарқынмен жұмыс істеуге және дереу кері байланыс алуға мүмкіндік береді. Бұл платформа арқылы оқушы өзіндік жұмысы дамып, кез келген уақытта сұрақтарға жауап алып, материалды өз ыңғайына қарай меңгеруге мүмкіндік алады. Сонымен қатар, ақпаратты талдап, қорыту арқылы сыни ойлау дағдылары дамиды. Wolfram GPT-чаттың қолдану ыңғайлығы, оның көп функционалдығы мен қолжетімділігі. Сонымен қатар, оқушылар ABC деңгейлі тапсырмаларды ала отырып, оқушылардың өз жауаптарын платформамен салыстырып, есептің шығарудың жаңа жолдарымен танысады, және де егер де қателік жіберілген болса, тексеруге мүмкіндік алады. Жасанды интеллекті тек қана үй жұмысы ретінде ғана емес, сонымен қатар сабақ басында сергіту ретінде қолдануға да болады. Біз сіздермен массалық үлес тақырыбын өткен еді. Жалпы алғанда массалық үлес дегеніміз не екенін сіздер білесіздер, иә? Осыдан сабақтың мақсаты бойынша сіздермен тоқтала кеткен еді. Яғни ол ерітіндің массасын, еріген заттың массасын анықтау болған еді, иә? Еріген заттан тұрады, иә? Еріген зат ретінде тұз, қант болуы мүмкін. Жалпы алғанда осы елестерді есептеген кезде мәселен 10 грамм тұз, 90 грамм суда ерітілді. Сіздер осыдан ерітіндінің массасын тауып аласыздар. Еріген зат пен еріткіштің бір-біріне қосу арқылы. Енді қараңыздар. Балалар, біз сіздермен қазір жасанды интеллект көмегімен жұмыс атқаратын боламыз. Ол үшін қазір сіздер Wolfram GPT-чатын ашатын боласыздар. Ұялы телефондарыңызды қолдана отырып, сіздерге бұл сайтта келесі сөздерді енгізу керек болады. Яғни сіздер ерітіндінің массалық үлесін анықтау үшін ABC деңгейіндегі есептің шартын жауапсыз жазып бер деп енгізетін боласыздар. Осы орайда сіздердің алдарыңызда деңгейлік тапсырмалар пайда болады. Бұл тапсырмаларды сіздерге бір 5 минуттың ішінде орындап шығу керек болады. Және де есептің шартын орындап болғаннан кейін біз сіздермен келесі жұмыс атқаратын боламыз. Яғни жауапты тексеріп қос нүкте қойып, сіздер тек қана өз жауаптарыңызды енгізетін боласыздар.
жасау үшін ABC деңгейіндегі есептердің шарты 10%-ға солай шығу керек негізінде, иә? Кесе шығаратын болсаңыз рамейкасын. Ya, tamam. Алынған нәтижелер бойынша талдау жүргізіліп, оқушымен оқулықтар бойынша қатемен жұмыс жүргізіледі. Жасанды интеллекттің арқасында мен тестке жақсы дайындауға көмектескен жекелендірілген ұсыныстар алдым. Маған тапсырмалардың өз деңгейімен сай жасалғаны ұнайды. Және мұғаліммен өсуімен шынымен қатты көмектеседі. Жасанды интеллект жүйесін енгізу нақты нәтижелер әкелді. Негізгі пәндер бойынша орташа балл өсті. Оқушылардың сабаққа белсенділігі артып, өз бетінше талдау, сыни тұрғыдан ойлау деңгейі айтарлықтай артты. Жасанды интеллекті қолданатын жекелендірген тәсіл бұл оқу үлгерімін арттыру туралы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың дербестігін дамыту мүмкіндігі. Жаңа тақырыптар меңгеріліп қана қоймай, бейімделген тапсырмалар нәтижесінде оқушының функционалдық сауаттылығы артады. 8-ші сынып оқушылардың жетістіктерін қарастыратын болсақ, біршама өскенін байқауға болады. Бұл сабаққа деген оқушылардың қызығушылығы артып, қиындық туғызған сұрақтарға өз жауаптарын алғанын дәлелдейді. Бұл жетістіктер жаратылыстану ғылымдарын бірлестік аясында талқыға салынып, болашақта геймификация элементтері мен виртуалды зертханамен бірлескен сабақтар өткізу жоспарлануда. Бұл оқуды одан да интерактивті және қызықты етеді деген ойдамын. Қорытындылай келе, жасанды интеллекті білім беру жүйесінде қолдану жаңа мүмкіндіктерді ашады. Жекелендірілген тәсіл әр оқушыға өзіне қажетті білімді алуға мүмкіндік береді. Осылайша оқушылар өз үлгерімін жақсартады. Мұндай инновациялар қолжетімді, қызықты, әрі тиімді болатын болашаққа апарар жол. Әр әріптесімді және оқу орындарын бұндай технологияларды өз тәжірибелеріне енгізуге шақырамын. Назарларыңызға рахмет.